Биыл азаматтық тұлғасын әлем мойындаған саясаткер, ғалым публицист, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 130 жыл. Саяси дүрбелең дәуірінде тез есейіп, ел басқару ісіне ерте араласқан Тұрар Рысқұлов табиғи талантының арқасында өткен ғасырдың 20-30 жылдарында тек Қазақстан ғана емес, орталық Азия, Ресей мен Монғолия тарихында өшпес із қалдырған. Талай белестерге көтеріліп, қыруар істер тындырған. Заман шындығы мен уақыт талаптарына сай ерен еңбек еткен, ел жерге берілгендік танытып, ұлт пен ұрпақ қамына сергек қараған бірегей болмысты тұлғаның ұмытылмас еңбектерін бүгін бірге баяндайық. Тұрар Рысқұловтың өмірі мен қызметі, бай қалдырған мұрасы қай уақытта болмасын оқырмандар тарапынан, қоғам тарапынан, жұртшылық тарапынан үлкен қызығушылық білдіріп те жатыр, әлдегі уақытта білдіреді дейміз. Кеңес үкіметінің қалыптасып, дамып, экономикалық, саяси, әлеуметтік, құрылымдық өзгерістерін жасау кезіндегі көптеген жұмыстар ішінде өзінің орнын тауып, бағытын тауып, және осы бағыттағы көзқарасы, мүддесі халыққа қызмет етуге арналғандығы. Тұрар Рысқұлов терең ойлы, болашақты болжай білген әлемдік деңгейдегі реформатор тұлға. Ол экономика, мәдениет, дипломатия, тарих, ғылым, білімнің әр саласын жете меңгерген аса талантты адам. Тұрар түркітілдес халықтардың конфедерациясын жариялы түрде ұсынып, экономикалық саяси жақтан тәуелсіз болуды армандаған. Қанаушылықты, отаршылдықты, шовинизмді, ұлттық саясатты бұрмалаушылықты орталық үкіметке ашық жеткізген. Ол шаруашылықтың барлық саласына ұтымды ұсыныстар айтты. Тұрардың осындай бір өжет, ұлт жанды мемлекет адам болып қалыптасуына оның балалық кездегі әкесі Жылқайдармен бірге абақтыда жүргендігі, түрме баласы атануы, оның орыс тілін жетік меңгергендігі, әкесінің қасында жүріп, сол түрме жасақтарының, түрме басшыларының атқосшы болуы. Шын мәніндегі сол замандағы кеңес үкіметінің тұсындағы орыс билеушілерінің тұрмыс тіршілігін қазақ халқына деген бұратана халық ретінде бағалануы. Бұл бала кезден Тұрардың өшпенділігін, өзінің ұлтына деген сүйіспеншілігін, ұлт жандылығын одан ары қарай шыңдай түсті. Жастайынан осы бір қоғамның өзгеруіне, ұлттың жақсы өмір сүруіне, жеке тәуелсіз мемлекет болуына ой салатын баспалдақтардың бірі болды. Тұрар Рысқұловтың бүкіл өмірі мен қызметі Қазақстанның саяси, қоғамдық және экономикалық өміріндегі терең өзгерістерді жүзеге асырудың күрделі де күрмеулі жағдайында өтті. Түркістан халком кеңесінің төрағасы бола жүріп, ол әлеуметтік экономикалық мәселелерге, ірі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын дамытуға, жұмыстылықты қамтамасыз етуге айрықша көңіл бөліп, сол жолда жатпай тұрмай еңбек етті. Қазақстандағы көптеген заводтардың, ол енді өнеркәсіп саласы болсын, жеңіл өнеркәсіп саласы болсын, Тұрар Рысқұловтың басшылығымен ашылған өнеркәсіптер кейінгі Қазақстанның дамуына, өсуіне үлкен ықпал етті. Қазақ әдебиетінде Тұрар бейнесін жасау жолында алғаш қалам тартқан Мұхтар Әуезов еді. Тұрар Рысқұловтың көзі тірісінде-ақ жазылған Қараш-Қараш оқиғасы повесі жұртшылықтан жоғары баға алған болатын. Тұрар есімін естігенде адалдық пен шыншылдықты ту етіп, халқының қамын ойлаған асыл перзентті көз алдымызға елестетеміз. Өз мүддесінен гөрі қарапайым жұрттың мүддесін биік қойған қоғам қайраткерінің еліміз үшін жасаған жақсылықтары ұшан теңіз. Киелі Құлан жерінде асыл азаматтың ізі қалғандығына біз қуаныштымыз. Себебі мемлекеттік маңызға ие Түркістан Сібір темір жолын Тұрардай қыран ұлдың келешек ұрпаққа қалдырған үлкен кәдесі. Бұл тарихтан өшпейтін, білімдінің санасынан кетпейтін дерек ретінде қалары анық. Табиғаты әсем Луговой елді мекені Тұрар Рысқұлов есімімен тығыз байланысты.
Себебі Түркістан-Сібір темір жолы осы жерден бастау алып, Тұрардың пәрменімен құрылысы қолға алынған болатын. Осы орасан зор еңбегі еленіп, Луговой ауданының атауы 1999 жылы Тұрар Рысқұлов ауданы болып өзгертілді. Қазақстанның 30 жылдар тарихында Тұрар Рысқұловтың үлкен үлесі әрине ол түрксибпен байланысты. Түрксиб бұл ең алдымен экономикалық мәселе, сонымен қатар жасыратын шекеші, оның саяси мәні де зор болды. Міне осы мәселеде үлкен еңбек жасады. 20-30 жылдары қазақ халқы үшін, қазақ мемлекеті үшін ең басты нәрсе болған бұл жер территорияның тұтастығы мәселесі болды. Себебі кеңес үкіметінің қарсаңында, кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында бұл мәселеге үлкен мән берілді. Міне бұл уақытта азаматтық позицияны, білімді, тарихты, қай уақыттан бастап қазақ халқы қай жерде мекендеді, қай жер қазақтың осы өзінің туған жері территориясы болып саналады деген мәселеде. Сондықтан Тұрар Рысқұловтың үлкен сіңірген еңбегі 20 жылдардың бірінші ширегінде қазақ автономиясы құрылған уақытта, одан кейінгі уақытта да осы Қазақстан территориясының қазіргі кезеңдегі межесі анықталды. Бұл үлкен таласты, айтысты, тартысты талап еткен нәрсе. Себебі көрші мемлекеттер Өзбекстанға байланысты болсын, Қырғызстанға байланысты болсын, Ресей Федерациясына байланысты болсын. Сондықтан бұл жерлерде елдің тарихын білетін, өзінің сөзін өтке алатын тұлғалар керек болды. Тұрар Рысқұлов осы маңыздан. Сондықтан Қазақстанның бүгінгі территориясының қалыптасуына, оның нақтылануына, анықталуына ерекше үлес қосқан азаматтың бірі болып табылады. Ұлтқа қызмет етудің биік үлгісі болған ұлы қайраткер, қоғамдық санада өшпес із қалдырған көрнекті саясаткер Тұрар Рысқұловтың туабітті қайсарда қаһарман тұлғасы біздіңше әділетті қоғам тұрғысында ешқашан аласармайды. Есімі ешқашанда ұмытылмайды. Енді егеменді елмен бірге биіктеп, саналы ұрпақтармен жасай беретін болады.